Ассаламу алейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын вупипай пирожныйның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды және қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымызды және қамыр қопсытқышымызды, какаомызды қосып, електен өткізіп, жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымызды мен 3 бөлікке бөліп саламын. 3 бөлікке бөліп салып миксерлеймін, сонда жақсы араласатын болады. Үшінші бөлігін қосқан соң лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемі қамыр шығады. Жұмыс жасағанға ыңғайлы және қою. Кондитерлік мешогымызға насаткамызды салып, қамырымызды кондитерлік мешоктың ішіне саламыз. Пергамент төселген формамыздың үстіне қамырымызды сығып шығамыз. Сығып шыққан қамырларымыздың үстін кішкене тегістеп формасын келтіреміз. Қызып тұрған печкамызда 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирожныйларымызды кішкене қойып суытамыз. Суыған соң пирожныйларымыз оңай алынатын болады. Енді кремін жасаймыз. Мен мұнда творожный сыр мен сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлеп аламын. Үстіне салқын сливкимізді құйып, тағы да миксерлеп. Сливки, творожный сыр бәрі салқын болуы қажет. Кремімізді кондитерлік қалташамызға салып, пирожныйларымыздың ортасына сығып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бәрінің ортасына кремімізді сығып, жайғастырамыз. Өте оңай. Шоколадымызды ерітіп, азырақ сұйық май құямыз. Сливки құйсаңыз да болады. Шоколадымызға пирожныйларымызды осылай батырып аламыз. Бетіне өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен фисташка септім. Және орех жаңғағы менен арахиспен осылай әсемдеймін. Жай сахарный пудра сеуіп қойсаңыз да болады. Өте дәмді шығады және дастарханның көркін ашады. Жасап көріңіздер.